Assalamu alaikum, hürmetli брифинг қатынасушылары. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің 2025 жыл 19 сентябрь күнгі 2026 жыл сүрәті үшін күзгі масақлы дән егінлерін егуді шөлкемлестіру іс-іләжлар хаққындағы 554-13-0-Q-25 санлы қарарына тикар Қарақалпақстан Республикасында 2026 жыл сүрәті үшін 53 мың гектар тикарғы майданларға бидай егілері егіп тәрбияланды. Осы бидай егілген майданларда күз, қыс әмде бәхар айларында белгіленген агротехникалық іс-іләжлары өз уақытында алып барылды. Атап айтқанда, азотлы минерал төгінділермен азықландыру, жергілікті төгінділермен азықландыру, шербет ұсында суғару, әмде бәхар айларында бидай майданларын суғару бойынша жұмыслар өз уақытында алып барылды. Осы 53 мың гектар майданлардан гектарына орташа 100 центнер есабынан 530 мың тонна бидай жетістіру режелестірілді. 2026 жылғы ғалле орым жиын мапазын шөлкемлескендікпенен алып бару мақсатында Қарақалпақстан Республикасында 173 дана отрядлар түзіліп, осы отрядларға 173 дана жоғары өнімді комбайнлар, 485 дана жүк тасушы автомобильдер, 1535 дана трактор тіркемелері, 16 дана көшпелі ұстаханалар, әмде 85 дана жанылғы тасу агрегатлары біріктірілді. Биылғы жылы 53 мың гектар майданлардан 498.502 тонна өнім алынып, орташа хасылдарлық 94,1 центнерді құрады. Биылғы 2026 жыл қалдеден босаған майданларда 25.050 гектар майданға такрари егін егу белгіленген. Сондан 21.396 гектар майданларда такрари егіндер егілді. Сондан 1868 гектарында сабзават егіндері, 1140 гектар майданда палыз егіндері, 1346 гектарда картошка, 9400 гектар майданларда собықлы дән егіндері, 1512 гектар майданға майлы егіндер, 4714 гектарда азуға егіндері, әмде 1416 гектар майданға тары егіндері егілді. Бүгінгі күнде осы такрари егілетін майданларда жұмақлау бойынша барлық іләжлар көрілмекте. Ітібарларыңыз үшін рахмет.